Қайырлы күн достар, күндеріңізге сәттілік тіледім. Бүгін осындай түскі асқа өте дәмді, етсіз, керемет тағам дайындайтын боламыз. Сондықтан да видеоны соңына дейін қараңыздар. Ол үшін алдымен табамызға сұйық майымызды құйып қыздырып аламыз. Содан соң пиязымызды салып кішкене қуырып аламыз. Содан соң оның үстіне болгар бұрышын салып, оны да жақсылап қуырып алатын боламыз. Содан соң бір ас қасық томат пастасын салып, тағы да жақсылап қуырып алатын боламыз. Енді оның үстіне қуырылып болғаннан кейін макарондорымызды салатын боламыз. Қалауыңызша, оны макаронымызды да кішкене қуырып алатын боламыз. Дәміне қарай тұзымызды саламыз. Дәмдеуіштерімізді де саламыз. Тағы да жақсылап қуырып алатын боламыз. Содан соң қайнап тұрған ыстық суымызды бетіне дейін құятын боламыз. Жақсылап тағы да бір араластырамыз да, бетін жауып, баяу отта қойып қоятын боламыз піскенінше. Пісерге жақын деген кезде бетіне 3 жұмыртқамызды салып жіберетін боламыз. Бірден араластырып жіберетін боламыз. Ол бірге пісіп кететін болады. Тағы да 5 минутқа қалдырып қоямыз. Сонымен біздің тағамымыз дайын. 15 минутта жасалатын тағамымыз дайын. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Сіздер де жасап көріңіздер.